Қымбатты отандастар, Қарабалық ауданы әкімдігінің тілдерді оқыту орталығы сіздерді Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтайды. Еліміздің ата заңы жаңа Қазақстан жетістіктерінің берік кепіліне айналды. Ата заң мемлекеттің ең ұлық мерекелерінің бірі. Заңсыз, тәуелсіз елдің болуы, заңға бағынбай өсіп өркендеуі мүмкін емес. Сондықтан мемлекеттің ата заңын сыйлау, заң ережелерін бұлжытпай орындау әр азаматтың парызы. Ата заңымыздың ғұмыры ұзақ, тұғыры берік болсын. Құрметті отандастар, сіздерді Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазақ елі жасай берсін, табыстарға жете берейік, елін сүйген ұрпақтарымыз көбейсін, баршаңызға да береке, табыс, денсаулық тілеймін. Еліне арналатын тілегішін, ей ұлым, отанымның түлегісің. Іргесін туған елдің тіреп тұрған, қадірін ата заңның білемісің. Ешкімде мін тағалмас елдігіме, дауласып жармаспайды белдігіме, бойында ата заңның өріліп тұр, даламның кеңдігі де, теңдігі де. Болғанмен, бұл өмірде айлан күшті, ел үшін кім тындырар қайран істі. Еліңнің дамуы мен дағдарысы, ол дағы ата заңға байланысты. Өркендеп, өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық боп қадір тұтып қастерлеген ата заң, азат елдің ар намысы.